Бұл біздің мысық, аты Муниса. Көп адамдар айтады, мысықты не үшін асырайсыңдар, не пайдасы бар дейді. Білесіз ба, пайдалары өте көп. Мысық Алла тағаланы зікір етеді. Егер де имани көз қараспен қарап тыңдайтын болсаңыздар, ғалымдарымыз айтады, әр пырылдағанның арасында я рахим деп Алла тағаланы зікір етеді екен. Мысығы бар үйдің аурасы өте керемет болады. Себебі Алла тағала ол үйге рахымы мен берекетін жаудырады екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мысықты өте қатты жақсы көрген. Және де тіпті өзінің жақсы көретін бір сахабасына Абу Хурайра деп ат қойған. Оның мағынасы мысықтардың әкесі деген мағына. Өйткені ол Абу Хурайра көшеде көрген мысықтардың марғауларын, мысықтарды көріп, еркелетіп, оларды тамақтандыратын болған. Мешітке кіруге рұқсат етілген жануарлардың бірі осы мысық. Мысық бұл ең сүйкімді жаратылыстардың бірі. Білесіздер ме, жатқан кезде де мысық сіздің ауырып жатқан жеріңізге келіп жатады. Ол мысық денеңіздегі ауруларға әрі рухани ауруларға ем екен, және де стресс алады екен. Мысықты жақсы көретін достарыңызға жіберіп қойыңыздар.